Рудный қаласы, Бейімбет Майлин атындағы номер 7 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ибраева Нұргүл Қуантайқызы. 7 сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы отан, оттан да ыстық. Сабақта жүзеге асатын оқу мақсаттары. Мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау. Дескрипторы мәтін тақырыбы сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра алады. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің Кеудемді жарып шықты. бозторғайы бол оның шырылдаған. Отан! Отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Оқушылар, өлеңді тыңдап болдыңыздар. Енді ой-моншақ әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Өлең қандай тақырыпта жазылған? Өлең сіздің көңіл күйіңізге әсер етті ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбына қандай қатысы бар? Отан неге оттан да ыстық? Отан үшін от кешкендер кімдер? Сен отан үшін қандай ерлікке барар едің? Патриот болудың қажеттілігі қандай? Сұраққа жауап берсеңіздер. Оқу мақсаты, мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау мақсатында алдарыңызда тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдасаңыздар екен. Отан, оттан да ыстық. 3 тапсырма. Қасірет пен ерлік жыры. Отыр да ел еміреніп, емізіп тұңғыш ұлын, естігендей жылқының, жылқысының, аймалайды елжіреп балапанын, ұмыттырған талайға мұңды сырын. Сезіндірген аналық бақытты алғаш, еріндерін қызықтап тұңғышының. Бақыттылық отыр еді көзінде жақұт тұнып. Соғыз деген бір сөзден есеңгіреп, зәресі ұшты орнынан атып тұрып, көк мөлдір көркем аспанға моншақтан шашу шашқанда, ағылпа бұлттар қымсынып, көк жиектерден қашқанда, сүйеніп балғын жас талға, өрім қыз сырын ашқанда, адамдар аппақ көңілмен бақытын аңсап өмірден, бар әлем титтей кірбіңсіз, армандай мөлдір көрінген, самала саумал шақтарда. Жүректерден жыр төгілген, ілезде сөніп бар үміт, тұманнан тыныс тарылып,
Басталды соғыс дегенде адамдар қалды анырып. Дөнбекшіп жатты дүние, қасірет бұлтын жамылып. Соғыс, тартыс ешқашан басылмаған, қан төгістен қаншама ашынды адам, жазықсыз жер қаншама жараланып, жетімдіктен қаншама балан алып, қара тұман жамылды жасыл ғалам. Фариза Оңғарсынова. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаймыз. Өлеңнің идеясы, тәрбиелік мәні. Өлеңдегі теңеулер. Мәтіндегі оқиғаның дамуы, аяқталу кезеңі. Бос орынға өз жауабымызды толтырамыз. Сергіту сәті. Берілген отан тақырыбындағы ағылшын тіліндегі мақал-мәтелдерді қазақ және орыс тілдеріне аудару. Жауап берсеңіздер. Жауабы: қазақ тілінде әлем менің елім, адамзаттың бәрі менің бауырым, ал жақсылық жасау менің дінім. Ал орыс тілінде аударғанда: мир моя страна, вся человечество мой брат, а творить добро моя религия. Рахмет, Аяжан. Жауап дұрыс. Оқылым тапсырмасы бойынша екі мәтінді мұқият оқимыз. Екі мәтінді оқып болған соң, келесі кестені мәтін, стиль түрі, қолданылу аясы, дәлел мен дәйектерді келтіріп, кестені толық толтырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Адебова Нұрсила. Өзімнің авторлық өлеңім Астана. Көріктігі көзі артатын жас қала, армандауды үйренді ғой жас бала. Өнер, білім, мәдениеті киелі, өзің болдың тамсандырған бас қала. Тарихсың елімнің мұң жасаған, болашаққа үлгілісің Ақорда. Бақытсың елімнің мұң жасаған, жыр қыламын өзіңді талайларға. Назарларыңызға рахмет. Кері байланыс ретінде рефлексиялық диктант. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды? Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым? Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Бос жерге өз жауаптарыңызды толтырсаңыздар. Оқушылар, бүгін сабаққа белсенді қатысқандарыңызға көп рахмет. Үй тапсырмасы еркін жазба әдісі бойынша отан десем ойыма тақырыбында эссе жазу.